Құрметті көрермендер, бүгін міне біз ерекше бір күнді қарсы алудамыз. Аягөздің сырғалау салуы тікелей эфирде өтуде. Бұл шара тек Аягөз үшін ғана емес, сонымен қатар бүкіл тума-туыс, достар мен қауым үшін үлкен қуаныш. Аягөз бен Әлшердің махаббаттарының қарым-қатынасының символы болар күнге қол жеткізгеніміз үшін біз барлығымыз да қуаныштымыз. Бүгінгі мерекеміздің басты кейіпкері Әлшердің болашақ жары. Олардың бірге өткізген тәтті сәттері баршаға үлгі болып қуаныш сыйлайды. Аягөз бен Әлшердің байланысы нағыз ақ махаббаттың символы. Бұл байланыстың нығаюымен Аягөздің анасы, нағашы әжесі мен апалары да осы құшақтарын жайып тойға келіп отыр. Олардың қолдауымен әрбір сәттің мәні арта түсуде. Сонымен қатар Әлшердің жақындары анасы, анасының сіңілісі, Әлшердің әкесінің қарындасы және тағы бір құрметті қонақ, барлығы 4 адам болып бұл мейрамды бөлісуде. Олардың қуаныштары мен бақытты күлкілері бәрімізге естен кетпес сәттер сыйлайды. Біздің тойымызды Балуса мен Бауыржан жүргізіп, эфирге ерекше әсермен сүйемелдеп отыр. Олар тойды қызықты әрі көңілді өткізу үшін барын салады. Аягөз бен Әлшердің бақытын тойлап, барлық көрермендермен бөлісетінімізге, сондай-ақ қолымызды созып, бірге қуанып жатқанына сенімдіміз. Бүгінгі сырғалау салуы біздің мәдениетіміздің, дәстүріміздің бір бөлімі. Әрбір сәт, әрбір күлімсіреу, әрбір қуанышты сөз бұл ерекше күннің ядросын сипаттайды. Біздің дәстүрлеріміздің бірі сырға салу рәсімі, бұл уақыттағы ең тәтті сәттердің бірі мен жаңа отбасылық өмірдің бастамасы. Темірдей берік отбасын құру жолында Әлшер мен Аягөздің бақытын бірге тойлап, осы сәттен толық ләззат алайық. Ақжаулықты аруымыздың сырғасы мен барлық дәстүрлеріміздің қадір-қасиетін жоғарылатып отырған осы керемет сәтті тамашалайық. Сондай-ақ Нұрай және оның қонақтары бақыт тілеп, осы күннің қуанышына өз үлестерін қосты. Тойымызға келген барлық қонақтардың жүзіне күлкі, жүрегіне қуаныш сыйлады. Бүгінгі күн бұл жаңа дәуірдің бастамасы. Жаңа дәстүрлер мен отбасы құндылықтарын жаңғырту. Аягөз бен Әлшер үшін әсіресе біздің ұлттық мәдениетіміздің, дәстүріміз бен салттарымыздың маңыздылығын атап өту маңызды. Салтанатты сәттерде үлкендеріміздің ақ баталар мен жастардың қуаныштары арасында біздің мәдениетіміздің терең тамыры жатқанын сеземіз. Аягөз бен Әлшердің болашақ өмірлерінде мұрагерлерінің бақытын қамтамасыз ету үшін ата-ана мен үлкендеріміздің отбасылық сабақтарынан үйренгеніміз маңызды. Бүгінгі шарада Аягөздің анасының Нұраймен арадағы кикілжіңі де болды. Бұл таңқаларлық жағдайлармен байланысты болғанымен, барлығымыз бір үйдің баласындай бір-бірімізді қуантуға, Аягөз бен Әлшердің бақытын тойлауға келдік. Нұрайдың бақыт тілегені бұл бүгінгі мерекенің басты мақсатына қызмет етеді. Келіңіздер, бүгінгі тойымыздың қуанышы мен бақытын бірге бөлісіп, Аягөз бен Әлшердің болашағына жарқын велі сәттер тілейді. Тойымыздың әр минуты ерекше әрі мәнді болсын. Баршаңызға рахмет.